Дін істері басқармасының конфессияаралық қарым-қатынастарды талдау және дамыту орталығының бастамасы бойынша Діни көшбасшылар клубының құбалуымен бұл жарыс Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты спорт кешені базасында болып өтті. Облыстық діни бірлестіктердің жастар арасында өткізіліп отырған турнирдің басты мақсаты қазақстандық қоғамның зайырлылық пен толеранттық принциптерін ілгерілету, сондай-ақ діни бірлестіктер мүшелерінің салауатты өмір салтын ұстануымен қатар өңіріміздің әлеуметтік мәдени шараларына да аса белсенді екендігін таныту. Енді бұлай жалпы діни өкілдердің салауатты өмірге деген көзқарасы өте дұрыс, және де олар өте көбі діни сүйенішілер спортқа өте жақын тұрады. Сондықтан осының бәрін біз араларын біріктіру және де конфессияаралық келісімді нығайту мақсатында өткізіп отырмыз. Әрине, мынандай волейболдан, осындай спорттан нелер ұйымдастырған өте тамаша. Не себептен? Өйткені мұсылман болғаннан кейін біз жан-жақты болуымыз керек. Құр намаз оқығанда мұсылмандық ол құр намаз ғана емес, бұл спорттан да, дүниеден де, жұмыстан да бәр жерде алда болғанымыз жақсы. Оның үстіне мынау бүгінгі волейбол деген ол денсаулыққа пайдалы. Бір екіден мынау жамағаттың, бәлем мешіттің, осы мұсылман деген, дін деген адамдардың бәрі бірін бастары қосып, бір-бірімен осы жерде жаңағы ойнап, бір-бірімен кездесіп, қарым-қатынас одан сайын ұлғаяды. Бұл өте жақсы. Турнирге жергілікті діни бірлестіктерінен бірнеше командалар қатысып, жарыс соңында жеңімпаздар бағалы сыйлықтармен марапатталды. Әйтсе де жеңіл міндет емес, бастысы қоғамдық осындай шараларға қатыса жүру бізді шабыттандыра түседі дейді турнирге қатысушылар. Әсел Жақсыбай, Юрий Белецкий, Ертіс Информ.